Баршаңызға қайырлы күн. Соңғы уақытта жайлы мектеп ұлттық жобасына нысандардың құны мен қаржыландыруға қатысты көптеген сыни пікірлер айтылып жатыр. Сондықтан осы мәселе бойынша түсініктеме беруді жөн көрдім. Бірінші, жайлы мектеп ұлттық жобасы шамадан тыс қымбат дейді. Жақында Время газетінде мақала жарияланды. Мәтенде алғашында ұлттық жоба бойынша 400 мектептің құрылысына 1,6 триллион теңге бөлінгені, ал самұрық қазына оны 1 триллион теңгеге қымбаттатқаны туралы жазылған. Алайда бұл ақпарат мүлдем шындыққа жанаспайды. Біріншіден, самұрық қазына қоры және самұрық қазына Construction акционерлік қоғамы ұлттық жобаның жалпы құнын қалыптастыруға мүлде қатысқан жоқ. Екіншіден, ұлттық жобаны жүзеге асыру бойынша үкімет қаулысының алғашқы нұсқасында 401 мектептің құрылысына және күтіп ұстауға 2,6 триллион теңге бөлінгені тайға таңба басқандай жазылған. Оның үстіне әзірлеушілер тарапынан жобаның жалпы құнын есептеу барысында 244 миллиард теңгеге қосымша құн салығының сомасы ескерілмей қалған. Және де қазандық, септик, су резервуарлары сияқты қосымша нысандар, технологиялық жабдықтау, абаттандыру шығындары да ұлттық жобаның жалпы құнына енгізілмеген. Бюджет қаражатын үнемдеу, шығындарды оңтайландыру мақсатында және жер телімдерінің өзгеруіне байланысты 24 жылдың 19 желтоқсанында үкімет қаулысына өзгеріс енгізіліп, мектептердің саны 217-ге дейін қысқартылды. Оның ішінде самұрық қазына Construction акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша 208 мектептің құрылысына 1,42 триллион теңге бөлінгені жазылған. Бұл қаражаттың 23 жылы 500 миллиард теңгесі бөлініп толықтай игерілді. 24 жылы бөлінген 639,7 миллиард теңгенің бүгінде 88% игерілді. Ал 2025 жылға 283,5 миллиард теңге қарастырылған. Бірыңғай оператор ретінде біз әр жобалық сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамаға жолдамас бұрын мемлекеттік сараптама кәсіпорынмен бірге егжей-тегжейлі тексеріп, артық шығындарды алып тастап, нәтижесінде 106 миллиард теңге үнемдедік. Ал қазіргі таңда үнемделген қаражаттың жалпы сомасы 153,2 миллиард теңге. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр. Үнемделген қаражат бюджетке қайтарылады. Жалпы айтар болсақ, жайлы мектептердің құны үкімет қаулысындағы бекітілген сметалық нормативтерден орта есеппен 12%-ға арзан шықты. Мысалы, 1200 орындық мектептің 1 шаршы метрі үкімет қаулысында 456 мың деп бекітілсе, нақты құны 361 мың болды. Яғни 21%-ға арзан шықты. 2000 орындық мектептердің шаршы метрі қаулыда 375 мың теңге болса, бізде 317 шықты. Яғни 15%-ға арзан салып бердік. Былтыр самұрық қазына Construction акционерлік қоғамы қаржылық мониторинг агенттігімен меморандум отырды. Әрбір жайлы мектептің сметалық құжаттамасы аталған орган мамандарының тексерісі мен сүзгісінен өтті. Сол себепті ұлттық жоба жасанды түрде қымбаттады, майлы мектепке айналды деген тұжырымдардың бәрі негізсіз. 24 жылдың соңына елімізде 104 жайлы мектеп құрылысы аяқталды. Нәтижесінде жеке меншік мектептерден біраз оқушылар сол жайлы мектепке ауысуда. Осыған байланысты жобаға қарсы ақпараттық шабуыл орын алуы мүмкін деген болжамымыз да бар. Жеке меншік мектептер жайлы мектептерден 4 есе арзанға түседі дейді. Бұл ақпараттың дұрыстығы үлкен күмән тудырады. Нақтылы мысал келтірейін. Шымкент қаласы Ақжар ықшам ауданында бой көтерген 600 орындық
жайлы мектептің жалпы құны 5,1 миллиард теңге. Осылайша бір оқушының орнының құны шамамен 8,5 миллион теңге құрайды. Мектептің ауданы 7,9 мың шаршы метр, яғни бір шаршы метр құны 646 мың теңге. Бұл есептеулер барлық мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді. Дәл сол Шымкент қаласында былтыр бой көтерген 595 орындық Аужан КТЛ жекеменшік мектебімен салыстырайық. Бұл мектептің жалпы ауданы 11 мың шаршы метрді көрсетілген. Оның ішіне жертөле де кіреді. Бір шаршы метр құны 646 мың теңгені екенін ескерсек, жекеменшік мектептің жалпы құны 1,7 миллиард емес, 7,1 миллиард теңге болуы тиіс. Яғни жайлы мектептен 2 миллиард теңгеге қымбаттауы керек еді. Яғни құжаттамада мектеп құнының 24% ғана көрсетіліп, қалған 76% жасырылған. Бұдан неге байқауға болады? Аужан КТЛ физика-математика мектебінің жобасы мемлекеттік сараптаудан өтпеген. Яғни инвестор өз бетінше ұйым таңдап, оған ақша төлеп, жеке сараптама жасатқан. Алайда мұндай жағдайда қазынаға төлейтін салық мөлшерінің азайту үшін жобаның құнын жасанды түрде төмендетіп, көрсету қаупі жоғары. Біз жекеменшік мектептің сараптама қорытындысын зерттедік. Алайда онда нақты соммалары көрсетілген сметалық құжаттама жоқ. Яғни жоба сметалық құжаттамасыз сараптамадан шыққан. Сондай-ақ сараптама қорытындысында сатып алынатын жабдықтар туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілмеген. Аталмыш жекеменшік мектепте барлық оқушылар үшін бір кіреберіс қарастырылған. Ал жайлы мектептерде кіші, орта және жоғарғы буын оқушылар үшін бөлек-бөлек кіреберіс жасалған. Оқу процесінде олар бөлек блоктарда білім алып, бір-бірімен араласпайды. Жекеменшік мектепте тек бір спорт залы қарастырылған, ал 600 орындық жайлы мектептерде олардың саны 2. Жоғары және орта буын үшін бір үлкен спорт залы және бастауыш сыныптар үшін бір шағын спорт залы бар. Бейне камералардың саны бойынша да едәуір айырмашылық бар. Атап айтсақ, жекеменшік мектепте сыртта 6, ал іште 24 камералар орнатылған. Ал 600 орындық жайлы мектепте 30 камера сыртында, 75 бейнебақылау камерасы ішке орнатылған. Тағы бір маңызды мысал келтіре кетейін. Жекеменшік мектеп дәлізіндегі еденге линолеум төселген. Ал жайлы мектептердің дәліздерінде жобалау тапсырмасына сәйкес керамикалық плиткалар қарастырылған. Жайлы мектеп жобасындағы әрбір нысан мемлекеттік сараптамадан, республикалық мемлекеттік кәсіпорында мемлекеттік сараптамадан өтті. Осы орайда біз жекеменшік немесе мемлекеттікте бөлмей барлық әлеуметтік маңызы бар нысандардың жобалық сметалық құжаттамасын сараптамадан, мемлекеттік кәсіпорында сараптамадан өткізуі тиіс деп санаймыз. Меніңше, мәжіліс депутаттарына осы мәселеге назар аудару қажет деймін. Бұл жекеменшік мектеп құрылысында жол берілген жалғыз бұзушылықтар емес. Тағы бір мысал, ұлттық жоба аясында Шымкент қаласының барлық 5 ауданында салынған 12 жайлы мектептің бәрі 8 балдық сейсмикалық аймаққа жатқызылды. Мұндай аймақта мектепте тек 3 қабаттан жоғары салуға болмайды. Ал жекеменшік Аужан КТЛ мектебінің жобасында 8 балдық аймақ деп жазылғанымен сараптамада қорытындысында белгісіз себептермен 7 балл деп өзгертілген. Осылайша білім ошағы 4 қабат етіп салынған. Бұл балалар білім алатын ғимараттағы сейсмикалық беріктікті қамтамасыз ететін нормативтерді елемеу
әрі қатаң бұзу деп санаймын. Біз Аужан КТЛ мектебінің Шымкенттегі Ақжар шағын ауданында салынған тапсырылған 600 орындық жайлы мектептің спутник бойынша суреттерін алып салыстырдық. Бұл жерде бәрі сөзсіз түсінікті. Жекеменшік мектептің аумағы 1,1 гектар, ал жайлы мектептікі 3,5 гектар. Яғни шамамен 3 есе артық. Оның үстіне жекеменшік мектептің аумағында шағын футбол алаңы мен мини-воркаут аймақтары ғана қарастырылған. Ұлттық жоба аясында салынған жайлы мектепте волейбол, баскетбол, мини-футбол арналған әмбебап алаңы, оқушыларға арналған демалыс аймақтары, 400 метрлік және 100 метрлік жүгіру жолақтары, ойын және демалыс алаңқайлары орнатылған. Яғни жайлы мектептер жекеменшік мектептерден әлдеқайда қымбат деп айтуға негіз жоқ. Ол үшін білім ошақтарының толық жобалық сметалық құжаттамасын алып, зерттеп, салыстыру қажет. Ақиқатына жетпей, жемқорлыққа айыптап, дәйексіз кінә тағу меніңше дұрыс емес. Үшінші, жайлы мектеп ұлттық жобасын жүзеге асыруда ашықтық жоқ дейді. Бұл да шындыққа жанаспайды. Біз диалогқа ашықпыз. Барлық қажетті ақпараттарды ұсынуға дайынбыз. Жасыратын еш нәрсе жоқ. Жобаны жүзеге асырудағы ашықтықты қамтамасыз ету үшін біз бірнеше жаңа әдістемені ендіріп, цифраландыру мен автоматтандыру процестеріне көштік. Біріншіден, EPC контракт механизмі енгізілді. Бұл жобалау мен құрылысты қатар жүргізуге мүмкіндік беріп, мектептерді қолданысқа тапсыру мерзімін 2 есе қысқартты. Екіншіден, құрылыс цифралық жүйесі іске қосылды. Барлық құрылыс кезеңдері мен қаржы шығындары нақты уақыт режимінде бақыланады. Барлық құжаттар жүйеге толық көлемде жүктелмейінше орындалған жұмыстардың актісі жасақталмайды. Осылайша атқарылмаған жұмыстар үшін қол қою мүмкіндігі жоқ. Үшіншіден, құрылыс сапасын күшейтілген бақылау әр мектеп құрылысын тәулік сайын 3 техникалық қадағалаушы маман тексереді. Бірі жалпы құрылыс жұмыстарының, екіншісі инженерлік желілердің, үшіншісі технологиялық қондырғыларды орнату, іске қосу сапасын үздіксіз бақылайды. Сол себепті, егер қосымша сұрақтар болса, барлығын ашық түрде қарастыруға дайынбыз. Сөз соңында айтарым, аталған ұлттық жоба мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей бастамасымен және қатаң бақылаумен жүзеге асырылуда. Жайлы мектептердің сыртқы келбеті, құрылыс сапасы, жабдықтау деңгейіне ел президенті жоғары баға берді. Біз тілдескен ата-аналар, ұстаздар мен оқушылардың да жайлы мектептер туралы пікірі оң. Олар қала ғана емес, шалғай ауылдарда да заманы озық үлгіде жабдықталған ыңғайлы, үлкен білім ошақтарына ашылғанына шексіз қуанышты. Яғни ұлттық жобаның негізгі мақсаттары мен міндеттері орындалуда. Назарларыңызға рахмет.